Қайырлы күн 11-ші сынып білім алушылары. Дүниежүзі тарихы пәнінен қарастыратын кезекті сабағымыздың тақырыбы Мартин Лютер Кингтің ұлы арманы деп аталады. Сабақтың барысында сіздермен бірге Кингтің ұлы арманымен танысып, оның қоғамдық саяси рөлі жайлы қорытындылар жасаймыз. ақш-тағы тарихи оқиғаларды түсіну үшін нәсілдік кемсітушілік, сегрегация ұғымдарын қолданамыз. Азаматтық құқықтар үшін күресте Кингтің азаматтық позициясының маңыздылығына баға беретін боламыз. Алдымен тақырыпқа қатысты бейне үзіндіні зейін қойып көрейік. I have a dream today. I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. We will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day. This will be the day when all of God's children be able to sing with new meaning, "My country, tears of thee. Sweet land of liberty, of thee I sing." From every mountainside, let freedom ring. And when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, "Free at last, free at last, thank God Almighty, we are free at last." Сегрегация адамдарды белгілі бір белгілері, яғни нәсілі, ұлты, жынысы, жасы немесе әлеуметтік жағдайы бойынша мәжбүрлеп бөлу немесе оқшаулау. Мартин Лютер Кинг 1929-1968 жылдар аралығында өмір сүрген, ақш-тағы нәсілдік кемсітушілік пен сегрегация саясатына қарсы қозғалыстың көшбасшысы, қара нәсілді халықтың азаматтық құқықтары үшін күрес жетекшілерінің бірі, бейбіт әрекет ету үлгісін ұйымдастырушы. Туған жері ақш-тың Джорджия штаты. Діни ұстанымы христиан дінінің баптистер ағымы. Өміріндегі қатты қынжылған сәті оқушы кезінде шешендік өнер сайысында жүлделі бірінші орынды жеңіп алып, автобуспен Атланта қаласына қайтып келе жатқанда оған және мұғаліміне ақ нәсілді адамдарға орын беруге бұйрық беріледі. Кинг алғашқыда бұйрықты орындаудан бас тартады, бірақ мұғалімі бұлай жасаса заң бұзушылық болады деп айтқан соң ғана оған бағынады. 1948 жылы Кинг Морхус колледжін өнертану және әлеуметтану бакалавры дәрежесінде аяқтайды. 1951 жылы Кинг Крозер Честердің рухани семинариясын Құдай сөзі бакалавры дәрежесінде үздік бітіреді. 1954 жылға дейін Алабама штатының Монгомери қаласында баптистік шіркеу пасторы болып жұмыс істейді. 1955 жылы Бостон университетінде философия докторы дәрежесінде диссертациясын қорғайды. 1955 жылы Монгомериде қара нәсілді оқушы қыз автобуста ақ нәсілді азаматқа орын беруден бас тартады. Сол үшін тұтқындалып айыппұл төлейді. Кингтің бастамасымен қара нәсілділер қаладағы қоғамдық автобустарға мінуден бас тартып бойкот жариялайды. Бойкот 1 жылға жалғасады. Кинг тұтқынға алынады, ақыры соттың шешімімен босатылады. 1957 жылы Кинг
азаматтық құқық жолындағы күрес үшін өзінің жақтастарымен бірге оңтүстік христиандық жетекшілік конференциясы ұйымын құрады. Мақсаты күш көрсетпеушілік әрекеттер арқылы қоғам өмірінен сегрегацияны алып тастау еді. 1959 жылы Кинг «Адам ауқымы» атты кітабын жарыққа шығарды. Кітапта батыс өркениетіндегі нәсілдік әділетсіздік көріністері сынға алынды. 1960 жылы Кинг Үндістанға барып Махатма Гандидің ілімімен танысады. Гандидің бейбіт түрде күресу жолдары афроамерикалықтардың азаматтық құқық үшін күрес жолдарымен сай келетініне көзі жетеді. ақш-тағы қара нәсілді азаматтардың әрекеттері мектептерде, колледждерде ақ нәсілділер мен қара нәсілділерді бөлек оқытуға қарсылық, қараларды ақтарға арналған көпшілік орындарға кіргізбеу сияқты кемсітушілікке қарсылық, топталып ақ түсті адамдарға арналған дәмханалар мен мейрамханаларға жиналып, тапсырыс бермей күні бойы отырып алу еді. 1963 жылы Вашингтонда жұмыс орындары мен бостандық үшін бейбіт шеру ұйымдастырылып, оған 300 мыңға жуық адам қатысты. Олар ақ және қара нәсілділер, католиктер, иудейлер, протестанттар еді. Шерушілердің ұраны адамдардың терісінің түсіне қарап емес, жан дүниесіне қарап бағалау керек. Кинг шерушілерге арнап, менің арманым бар атты тақырыпта сөз сөйлеп, болашақта ақ және қара түсті адамдар тең азаматтық құқыққа ие болатыны туралы ойын жеткізді. Құлдарға азаматтық беру туралы Авраам Линкольннің прокламациясының жарияланғанына 100 жыл толуына орай өткен шарада Кингтің Линкольн мүсіні орналасқан баспалдақта тұрып сөйлеген сөзін барша прогрессивті адамзат қауымы ерекше әсермен қабылдады. 1964 жылы Кинг нәсілдік теңсіздікке қарсы бейбіт түрде күрескені үшін Нобель сыйлығына ие болды. Ол сыйлықтың қаржысын ақш-тағы қара түстілердің азаматтық құқығын қорғау қозғалысына аударды. Салтанатты шарада ол әлемде ең соңғы сөз шындыққа және адал махаббатқа тиесілі болатынына сенімдімін деп мәлімдеді. 1965-1966 жылдары Кинг бүкіл ақш аумағында нәсілдік кемсітушілік пен сегрегация саясатына қарсы бейбіт шерулерді ұйымдастырды. Нәтижесі 1964 жылы ақш-та азаматтық құқықтар туралы заң қабылданды. Онда жұмысқа қабылдау кезінде және қоғамдық жерлерде қызмет көрсету барысында кемсітіп бөлінушілікке тыйым салынды. 1965 жылы сайлау құқығы туралы заң қабылданды. Онда афроамерикалықтардың сайлауда тең құқықты екені көрсетілді. Мартин Лютер Кинг өмірінің соңғы жылдарында өзінің қайраткерлік ауқымын кеңейтті. Кедейшілікпен күрес жүргізді. Вьетнамдағы соғысқа қарсылық танытты. 1965 жылы Мартин Лютер Кинг Теннесси штатының Мемфис қаласындағы қара нәсілділердің бейбіт қарсылық шарасына қатысуға барған сапарында нәсілшіл қылмыскердің қолынан қаза тапты. Кингті жерлеу рәсіміне 150 мыңнан астам адам қатысып, соңы қара түсті азаматтарға қатысты ұстанған кемсітушілікті тоқтату туралы саяси демонстрацияға ұласты. ақш конгресі азаматтық құқық туралы заңның 8 бабына өзгеріс енгізіп, тұрғын үй мәселелерінде баспанаға қатысты жағдайларында нәсіліне, діни көзқарасына, ұлттық шығу тегіне байланысты бөлуге тыйым салды. ақш-та қаңтардың 3 дүйсенбісі Мартин Лютер Кингтің күні ретінде аталып өтеді және бұл ұлттық мереке болып саналады. Бұл күн ұлтқа қызмет ету күні болып есептеледі. Тапсырма. Алған білімімізді бекіту үшін тест тапсырмаларын орындайық. Дұрыс жауапты белгілеңіздер. Үйге тапсырма. Мартин Лютер Кингтің ұлы арманына идея әдісімен талдау жасаңыздар.